Тазалаудан кейін не істеу керек? Детокс аяқталған соң ағзаны дұрыс қалпына келтірудің маңызы. Көп адамдар ағзаны тазалау кезеңін басты ем деп санайды. Иә, бұл маңызды бірінші қадам, бірақ нағыз сауығу процесс тазалаудан кейін ғана басталады. Өйткені детокс кезінде ағза тек тазармайды, сонымен қатар ресурстарын жұмсайды. Жасушалар ашылады, ал қалпына келу мен қоректену кезеңі ең шешуші сәт. Бірінші тазалау емес, дайындық. Детокс кезінде ағза артық токсиндерден, ауыр металдардан, паразиттерден, патогендерден тазарады. Бұл жасушалық тазарту кезеңі. Бірақ егер осыдан кейін ағзаны қоректендірмесек, жасушалар бос күйінде қалады. Мұны былай елестетіңіз. Сіз үйді тазаладыңыз, бірақ терезе ашпадыңыз, желдетпедіңіз, иә? Энергия кірмесе, ол бекер. Екінші ең басты кезең қоректендіру. Тазаланған ағза таза топырақ сияқты. Енді оған дұрыс қоректік заттар беру қажет. Сонда ол жаңарып күшейеді. Қажетті элементтер минералдар, микроэлементтер жасуша ішіндегі биохимиялық процестерді белсендіреді. Амин қышқылдар мен ақуыздар тіндердің қалпына келуін қамтамасыз етеді. Витаминдер мен антиоксиданттар иммунитетті көтеріп, еркін радикалдардың зиянын тежейді. Фульвагумин макс жасуша ішіне қоректі жеткізіп, оны жаңартады. Фульвагумин макс осы кезде ағзаны қоректендіріп, қалпына келтірудің ең тиімді табиғи көзі болып саналады. Қалпына келтіру және энергия. Тазалаудан кейін ағзада жасушалық деңгейде қайта құрылу жүреді. Бұл кезде энергияға, тыныштыққа, ұйқы мен суға аса мән беру керек. Не істеу керек? Көп су ішу, токсиндердің толық шығуына және жаңа жасушалардың гидратациясына көмектеседі. Дұрыс ұйқы, кемінде 7-8 сағат. Түнгі уақытта бауыр, бүйрек, ми, иммундық жүйе жұмыс істейді. Қозғалыс пен таза ауа. Лимфа айналымын жақсартады, жасушалық оттегін арттырады. Және психологиялық тыныштық. Стресс кезінде ағза қайтадан токсин шығара бастайды. Сондықтан тыныштық емнің бөлігі. Теңгерімділікті сақтау. Тазалау мен қоректендіру ағзаның тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Бұл тепе-теңдікті сақтау үшін рич гепа бауырды қорғап, уытсыздандыруды жалғастырады. Рич нефра бүйректің сүзгі қызметін тұрақтандырады. Астеуэл жасушалық қоректенуді буын, сүйек және бұлшықет деңгейінде жалғастырады. L-аргинин қан айналымды жақсартып, қоректік заттардың жасушаға жеткізілуін арттырады. Нәтижесінде нақты саулық, егер адам тек тазару мен